Өткені сойға күңгірт көзге танық, көрмесе де білгенге бәрі қанық. 1722 жыл қазақтың сыр бойында жүрген анық. Әнет бабаң арғынның ел ағасы, әрі би әрі молла ғұламасы. Орта жүзге үлгі айтқан әділ екен, сол кезде 95-ке келген жасы. Кішік деген бабаңның өз атасы, Мәмбетей сол кішіктің бір ағасы. Мәмбет сопы кішіктің шешесі бір қатаған Тұрсын ханның ханышасы. Біздің 7-ші атамыз Әйтек деген бабаңның бір туысқан інісі екен. Әйтектің бәйбішеден жалғызы Олжай, тоқалынан бай бөрі Қалқаманмен. Бәкең деп атап кеткен бай бөріні, бұл сөзім ертек емес сөздің шыны. Бір қыз үшін Қалқаман елден кеткен, соның жайын айтайын тыңда міне. Мәмбетей өсіп өнді бара-бара, сол таптан бір бай шықты жеке дара. Сол байдың 15 жасар қызы Мамыр, әрі сұлу, әрі есті еркек шора. Онан басқа бала жоқ әлгі байда, оны қыз деп еш адам айту қайда. Байдың көңілі жабырқап қалама деп, жұрт жүрді, құда болам, дей алмайда. Қалқаман қыз айттырмай жүреді екен, Мамырды жас күнінен біледі екен. Асықтығын айта алмай іштен жанып, құрбымыз деп, құр ойнап күледі екен. Мамыр жылқы бағады күндіз барып, тымақ киіп қолына құрық алып. Қалқаман Мамыр менен малда жүріп, біраз сөз сөйлесіпті кез боп қалып. Жігіт сонда қызға өзін сүйдірмекке, асық болса оны да күйдірмекке. Жұмбақ мысал сықылды бір сөз айтты, көңіліндегі мақсұтын түйдірмекке. Ей Мамыр, адамды Алла жаратыпты, Хауа-ананы адамға қаратыпты. Бірінен еркек, біреуін әйел қылып, екеуінден көп жанды таратыпты. Құдай неге қылмаған адамды тақ, балаларын өзінен өстіріп ақ. Хауа-ананы жаратуда мақсұты не, сол арасын білуге ақылым шақ. Ей Қалқаман, тегі жоқ Құдай жалғыз, мұқтаж емес жолдасқа тіпті армансыз. Адамзатқа көмексіз, махаббатсыз, өмір қызық дегенді естен қалғыз. Жоқ болса махаббатты бір сүйгенің, ойлашы, керегіне дүниенің. Сүйсін, жолдас болсын деп жаратты Алла, бұл туралы білгенім осы менің. Тауып айттың Мамыржан, ұқтым жайын, сөйтсе дағы тағы бір сөзім дайын. Махаббатты жарым жоқ, жәрдемшім жоқ, өлейін бе, қайтейін, кімге айтайын. Қалқаманның мақсатын Мамыр білді, аз ойланып, үндемей сабыр қылды. Жылы жүрек өзіне жартып қандай тыншымады, тулады жүз құбылды. Қызарды бір ағарды байдың қызы, бетке шықпай тұра ма жүрек өзі. Іші ыстық, сыртқы дене суық тартып, салқын терме мөлдіреп, нұрлы жүзі. Аздан соң Мамыр айтты, ей Қалқаман, байқадым сөз аяғы бізге таман. Қазір жауап берерлік уақытым емес, сөйтсе де үміт үзіп өлмек жаман. Сон айтып амандасып Мамыр кетті, күн сайын Қалқаманнан сабыр кетті. Мамыр бүгін қыздарша киінді деп Қалқаманға бір күні хабар жетті. Қуанды атқан оғым тиді ме деп, мен үшін қыз киімін киді ме деп. Қауіп шіркін тағы да ойлатады менен басқа, біреуді сүйді ме деп. Ол кезде жерге талас қазақ қалмақ, атысып ауыл шауып жылқын алмақ. Бір соғыста қалмақты қазақ жеңіп, тобықтың бәрі де тойға бармақ. Той қылған орта жүзде Сәмеке хан, жиылды той болған соң бірталай жан. Бай бәйбіше, үлкендер сонда кетіп, жас жігіт қыз келіншек үйде қалған. Қазақта бастан деген бір ырым бар, мал сойып жастар ойнап бір жиылар. Қалқаман бастан қыл деп қызға келді, азар болса бір тоқта шығын шығар.
Сойғызды мамыр сонда тоқтын әкеп, ойнады қыз бозбала етінен жеп, оңашада қалқаман мамыр қызға ымдады бір жауабың болмай ма деп. Айтса да қыздан жауап үміт етіп, естітпеген кісі боп қалды кетіп. Сөйтсе де сондағы айтқан сөзі мынау еш адамға елеусіз өлеңдетіп. Ауылымның күнбатысы қалың қамыс, бүрсігіннен арғы күн болады алыс. Жас кісіде бар болса жігер намыс болып кетіп жүрмесін жатпен таныс. Солайша жауап берді қалқаманға, бұл сөзі байқалмады басқа жанға. Бүрсігіні қамыстан жолықпасаң, мен саған жоқ дейді ғой байқағанға. Қалқаман оймен шешті қыздың сөзін, таптым деп шешуінің анық өзін. Бүрсігіні күн бата сол қамысқа келіп кірді сол ғой деп айтқан кезің. Ел жата қызда келді жоқ қамысқа, қалқаман айтты сонда көз танысқа. Бүгін кешке осынан жолықпасаң, кетемін деп неге айттың тіпті алысқа. Ей қалқаман, аңғалсың аңқылдаған, бір жолата келген жоқ мамыр саған. Тағдыр бізді қоспады, айып етпе ертең құда түседі біреу маған. Кеше білдім төбемнен ұрғандығын, құдалықтың даптайын тұрғандығын. Бүрсігіннен кешіксең жауап жоқ деп, сол еді сөз ишарат қылғандығым. Әке берсе қыз болмас кімге қатын, қайтейін сенде ақ махаббатым. Еркекші киімнен ұялам деп уақыт өтті, сол болды қатты қатым. Алдыңа кешу сұрай келіп тұрмын, көзге тірі болсам да өліп тұрмын. Қалқаман, осы саған қоштасқаным, денемде емес жанымды беріп тұрмын. Ей мамыр, бұл іс оңай, алдамасаң, зорлық жоқ өзің сүйіп таңдамасаң. Ер жеткен қыз еркімен ерге тиер, молдалардан естіттім әлде қашан. Мамырау, мені сүйсең кетпе жатқа, Құдайға хақ, ісім жөн шариғатқа. Басы бабаң аяғы шала молда, бәріне анық оқыған жамағатқа. Қалқаман, рас болса айтқан сөзің, сен үшін келіп тұрмын көрді көзің. Сүйген жарым, сүйенгенім, жаным сенсің, не қылсаң да біле бер, мейлі өзің. Олай болса кетейін қазір алып, тұрсақ жазым болармыз қапы қалып. Азар болсам алалар адам алмас, тобықтыны жиярмын бара салып. Қыз алған жоқ жақыннан тобықты әзір, өлтірем деп жүрмесін бізді қазір. Өзімді аяп тұрғам жоқ, сізді аяймын, сен сау болсаң болар ем, мен ақ нәзір. Мамырау, айтып тұрсың әлденені, шариғат қосады екен немерені. Қайғойлап жаман ырым айта берме, алаңсыз сүйген болсаң анық мені. Мамыр айтты, мен сенсіз тірі тұрман, үш қайырдым сөзіңді менен тұрған. Бір Құдайға сыйынып ал да жөнел, жолыңды өлсем разымын, жаным құрбан. Алдандырдым мен сізді сөзбенен құр, тәуекел деп Аллаға, тез жылдам жүр. Заман қалай болар деп дайындап ем, бұл жырғатым белдеуде ертеулі тұр. Менде де екі ғашық кетіп қалды, ауылға бір сағатта жетіп барды. Неде болса қылдым деп бір жұмысты, бара сала Олжайға кісі салды. Олжай барды бабаңа түн ішінде, қысылшандық бар еді жүрісінде. Бабаң басын көтеріп Олжайға айтты, неге келдің, асыққан жұмысың не? Қалқаман қашып келді мамырдалып, қапы болдық өзгеміз білмей қалып. Алыс жерге кетсін бе, тоқтасын ба, ақыл сұрай келіп ем сізге салып. Бабаң мұны естіп қайғы жеді, бір жаман түс көріп ем бүгін деді. Бітімсіз іс кез болып қалар мекен, Көкенайдың мінезі қатаң еді. Көкенай Мәмбетейдің бастаушысы, өзі батыр, мінезі қатты кісі. Ол кісінің алдынан тараушы еді, бабаңнан соң бұл елдің көп жұмысы. Бабаң айтты, кет алмас бір жас бала, тобықтыға хабар қыл бара сала.
Боларыс болған шығар, малды аяма, өз оңдасын ақырын хақта қала. Тобықты, қанжығалы бәсен тиін, атығай қарауылмен бәрі жиын. Бабаң хабар айтқан соң ел жиылды, сөйтсе де сөз аяғы болды қиын. Мәмбетей жатып алды ырық бермей, қалымалал біт деген сөзге көнбей. Қалқаман мен Мамырды өлтірмесе кетеміз деп бабаңды тіпті көрмей. Бабаң айтты, өлтірер жұмыс емес, таспен атып өлтірмек бұл іс емес. Біреудің некелісін бұзбаған соң қанына ортақ болу дұрыс емес. Көкенай тағы өнбей жатып алды, бітім болмай неше күн жұрт сандалды. Қалқаман мен Мамырдың дауындай деп мақал болып бұл елге сонан қалды. Бітім болмай созылды сөз аяғы, белгісіз кімнің соры, кімнің бағы. Бір күні төркініне амандаса, Мамыр келді, тағдыр ғой ол баяғы. Көкенай бітпей жүрген сөзді ұзартып, сол күні келген екен аңнан қайтып. Анау бір топ жаяу кім деп сұраса, ол Мамыр деп бір қойшы қойған айтып. Есте сала садағын қолын алды, Мамырдан аулақ жүр деп айғай салды. Ұялмай жүзіқараның жүргенін деп, аямай дәл жүректен атып қалды. Бүкшиіп, иман айтып, қаны қашып, қолтығын қолыменен тұрды басып. Бейшара бір-екі ауыз тілге келді, өзін атқан кісімен арыздасып. Көкенай, қарғамаймын, сөзіме бақ, ісім жөн, бір құдайға көңілім хақ. Мойныңа менің қаным халал болсын, болма енді Қалқаманның қанына ортақ. Кешікпей мен өлемін, сен тірісің, іс емес Құдай кешер қылған ісің. Өлтіртпе, тілегім сол, Қалқаманды барасың Тәңір алдына, білемісің. Екі қан ауыр болар бір өзіңе, сүйсінбе, бұл рақымсыз мінезіңе. Айырған екі асықты оңам екен, деп тұрсың алғыс айтар кім өзіңе. Тілегім келді орнына, арманым жоқ, артында Қалқаманның қалғаным жоқ. Мені сен өлтіргенмен жасармайсың, сөйткенмен жас жанымды алғаным жоқ. Қалқаман, аман бол деп көзін ашты, Алла деп алақанмен бетін басты. Қоштасып қасындағы қатындарға, опасыз бұл жалғанға амандасты. Көкенай жиды барып Мәмбетейді, өлтірдім тентегімді өзім дейді. Бабаңа кісі салды дамыл бермей, ол неге Қалқаманды өлтірмейді. Жақыным қызымды алды ұнамаймын, қорлыққа тартып алған шыдамаймын. Егерде Қалқаманды тірі қойса, ел болып кішікпен бас құрамаймын. Оллахи, біз кетеміз, қазір ауып, менен басқа туысқан алсын тауып. Бұл хабар Тобықтыға жеткеннен соң, сөзінен елдің бәрі қылды қауіп. Бабаң айтты, ел бітпес соныменен, жүрелік шариғаттың жолыменен. Бір еркек бір қатынның құнын алсын, Мәмбетей разы болсын соныменен. Көнбеді Мәмбетейлер оған тағы, ауамыз біз болсақ деп қор қылмаға. Әнет бабаң әділет қылмаған соң, көз кермеске жат болып кеттік дағы. Көп берген түкке тұрмай қалың малы, ем болмады жалынып айтқан жалы. Тобықты осы сөзге қақ бөлініп, болысты Мәмбетейге қанжығалы. Ей баба, Тәңірге аян адалысың, сөйтсе де ел білінер бір балы үшін. Болған соң қазақ та жау, қалмақ та жау, бұл елдің обалына қалмаймысың. Болсында Мәмбетейдің бір айтқаны, еркек доқты құрбандық деген гәні. Қалқаман Тобықты үшін жанды қиса, кетпей ме шахид болып оның жаны. Сол сөзге аударылды жұрттың бәрі, не қылсын көп наданға жалғыз кәрі. Кеселі көпке болып жүрмегей деп, бабаңның шын кейген шықты зары. Салған соң өңкей надан көптік күшке,
қалыпты қайран бабам қиын іске. Бір Алла өзің аян жүрегім деп байлапты өлтірмекке ертең түсте. Бабаңның нұр жүрегі болды мұздай, жазасы жасқа ешкімнің қаны қызбай. Мысалы көз алдында тұрған жоқ па, қойдыңдар абайға да не қылғызбай. Аллаға бабаң сонда сыйыныпты, аққан тер нұр жүзіне құйылыпты. Қалқаман жүйрік атпен шауып өтсін көкенай сонда атсын деп бұйырыпты. Өлтірсе, оғы тисе, өзі айтқан жол, аман кетсе, түк те жоқ, бітімі сол. Мәмбетей жолдапты разымыз деп, осыған тамам арғын басыпты қол. Көкенай құлдық деді бұл билікке, Мәмбетей шығып тұрды бір биікке. Мінгізді қалқаманды алып келіп, дейтұғын арда күрең бір жүйрікке, төгілді көзден жасы көрген жанның, жолағын қарай көр деп бұл жалғанның. Жиылған көп қауымға қарап тұрып, қоштасқан сөзі мынау қалқаманның. Ей жұртым, мен өлемін, сендер қалдың, орнына бауыздадың, айтқан малдың, өз бауырны оққа байлап өлтіртті деп қалдыңдар обалына мына шалдың. Назасы нақақ жастың қате кетпес, деймісің қалмақ сені тентіретпес, мамырдан қалған жанның керегіне ісім ақ қосылармын, еш нәрсе етпес. Белгілі мамырдан соң көп жүрмесім, тұз дәмін орта жүздің жеп жүрмесім, жалғызақ тобықтының дұспандары рақымсыз, бауырсыз ел деп жүрмесін. Қош, баба, бата бер деп тұра келді. Құдай, сақтай көр деп бата берді. Жөнелді күрең атпен сырылдатып, ажалға көпігеріне байлап белді. Көкенай садақ тартты дүрілдетіп, қақ жарды ердің қасын оғы жетіп. Әйтеуір, ұлы дене аман қалды, оң жақта қара санынан өтіп кетіп. Атының жалын құшып жүріп кетті, басына бір төбенің барып жетті. Бір жеңін көйлегінің жыртып алып, аузына жарасының таңып етті. Ат қойды, ағдайлап көп базбала, ажалдан қақты ғой деп қақта қала. Той қылып ат шаптырып ойнаймыз деп жабылды, үйге жүр деп бара сала. Қалқаман айтты, тоқта, құрбыларым, жоққа есеп осы күнде менің барым. Аямай елім оққа байлаған соң, кетерме өлгенімше ойдан зарым. Ел қылып тобықтыны тұра алмаймын, ешкіммен ойнап күліп жүр алмаймын. Өлерде аямады, қайда аяйды, сендерге енді мойын бұра алмаймын. Соны айтып қамшы басты күрең атқа, қуса да жеткізбепті жамағатқа. Ұлы жүз Еділбайдан ағашысы жөнелді соған қарай Бұхар жаққа. Қалқаман сол кеткеннен кетіп қалды, халқына әнет бабаң хабар салды. Жазшыға қалқаманды іздейміз деп тобықты ат жаратып дайындалды. 1723 жыл қазақ қалмақ атысқан, мұны да біл, қалмақтың бастаушысы Суан Раптан, өзі батыр соғысқа тым айлашыл. Шеп құрып соғысыпты қазақ қалмақ, қорқаққа оңай емес шепке бармақ. Бабаңның 5 баласы садаққа ұшып, бұл соғыста қазаққа түсті салмақ. Қазақты олыста қалмақ алды, үші сенің екеуін қырып салды. Жеңілген соң тұра алмай сыр бойында, арқаға қазақ ауып кетіп қалды. Осы жол бар қазаққа белгілі жол, ақтабан шұбырынды дегенің сол. Жаяу жүріп табаны әппақ болып, қорлық көріп қазақтың шұбырған ол. Сол себептен қалқаман қалды ізделмей, іздемейін деген жоқ, шама келмей. Ол түгіл әнет бабаң көшкер алмай, тірідей дөң басында қалған өлмей. Тұқым бар қалқаманнан осы күнде, шын болса, ұлы жүздің жүрішінде, өздері Еділбаймыз десе керек, білмейді кейінгісі бізді мүлде. Бар болса қалқаманның нәсілдері,
оқыған осы өлеңді талап тері, осында кеп туысқан Олжай бәкең Семей Палат облысы тұрған жері. Хан Шыңғыс деген тауда тұрмыз бізде, егерде іздесеңдер сонан ізде. Тобықтыда Құнанбай қажы десе, басты кісі біледі орта жүзде.